Бір шалғай ауылдық жерде ертеректе болған оқиға екен. Бір қыз бен жігіт үйленіп ұлан асыр той жасапты. 30 күн ойын, 40 күн тойын өткізіп, абыр-сабыр адам аяғы басылыңқыраған кешкі апақ-сапақ мезгіл болса керек. Жас келін отауынан шығып дәретке шықпақ болыпты. Бұл жердің қыр-сырын білмейсің деп қасына күйеу де ере шығады. Жеке отаудан сәл әрірек бір түп шеңгелдің түбіне қарай жас келін шапанды желең бүркеніп алып кете барады. Ақ көйлегінің етегі жер сызып бұрандап бара жатқан келіншегіне сыртынан сүйсіне қарап күйеу шеттеп қала береді. Сол мезетте кеште қоюланып ай туады. Шеңгел жақтан үп еткен сыбыс жоқ. Күйеуі дыбыс береді, тым-тырыс. Сәл тыңдап, ал мен бара жатырмын дейді. Үн жоқ. Жігіт ақырындап бір түп шеңгелге жақындайды. Келсе, жан жоқ. Жаңа ғана көз алдында құманын алып дүзге кеткен келіншегі құмға сіңгендей ғайып болыпты. Жігіт аттаңдап ауылды басына көтереді. Бүкіл ауыл боп ат тұяғы жетер жерге дейін келіншекті іздейді. Келіншектің ауылына хабаршы шабады. Бүкіл ел жұрт аяғынан тік тұрып іздеу салады. Ұшты күйлі бір дерексіз кетеді. Көрдім білдім деген жан болмайды. Сөйтіп күйеуінің дәл көзінің алдында келіншегі ізім ғайым ғайып болыпты. Арада жылдар өте береді. Келіншектен бір хабар жоқ. Жұрттар сан-саққа жорып, бұл оқиғаның ізі суып күдерлерін үзе береді. Неше жас, неше күз өтеді. Өмір алға жылжи береді. Бір күн кеш қоюланып түн-түнегі түсе бастағанда сол ауылға алыстан баяу жылжыған бір бейне жақындай түседі. Алғашқыда оны ешкім байқамайды. Тек түннің түнегін әппақ ай қуып айнала ағараңдай көрінгенде ғана сыртта шаруасымен жүрген бірен-саран адам сұлбаны байқайды. Жақын маңда жаяу адам келетіндей ауылда жоқ. Жұрт жиналып бүгімекен жападан даладан келе жатқан деп жалғыз адамды күтеді. Жолаушы жақындағанда жұрт гу ете қалады. Жапырлап жол ашып ләм-мим деуге халдері келмей аңырап қалады. Басына шапанын бүркеніп, ақ көйлегінің етегі жер сызып, қолында құманы бар бұл келген жоғалып кеткен келіншек еді. Тап бір жаңа ғана түзге шығып келгендей асықпай өз отауына енеді. Оң босағаға тізебіге беріп, өф деп терең демін шығарады да бір жағына қарай қисайып құлай береді. Сол құлағаннан ол есін жимастан 3 күннен соң бақилық болады. Қыздың әкесі қолынан келгенін аямай, қызын тірі алып қалғысы келіп, бар тәуіп бақсы балгерді жинайды. Еш қайран болмаған екен бірақ. Көпті көрген атаға жер жарған молда айтыпты. Менің пайымдауымша бұл қыз күн мен түннің алмасу сәтінде көшіп бара жатқан перінің көшіне тап болған сияқты. Күнмен жағаласып ұйықтама. Күн батарда жас келіншек суға бармасын. Жалғыз түзге шықпасын деген ырымдар бекер емес. Күн мен түн алмасарда перілер әсіресе белсенді болады екен. Бұл сондай перге соқтығысып қалған сияқты. Көшкен перілер өздерімен ілестіріп кеткен. Енді бұл дүниелік адам емес депті. Әрқашан білген дұғамызды оқып отырсақ та, тұрсақ та, пісімлә деп жүрейік. Қалайда бір тылсымның бар екені ақиқат екен.